Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өзімнің түскі асымды қалай дайындағаным жайлы видеомен бөлісетін боламын. Соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен сосискамызды алып турап алдым. Және де мына жерде табамызды қыздырып, үстінен май құйып, жаңағы туралған сосискамызды салдым. Бұл жерде менде халал нарленнің сосискасы. Екі бетінде жақсылап қызарғанша қуырып алдым. Одан соң жұмыртқаны осылай ыдысқа шағып алдым. Бұл жерде менде орташа көлемдегі жұмыртқадан 7-8-ін шағып алдым. Енді жаңағы қызартып қуырған сосискамыздың үстіне жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Одан соң татымына қарай тұз және де қара бұрыш қостым. Жұмыртқамыздың бетін жауып, шамамен 15 минуттай отымыздың астын жай қойып қоясыздар. Қасына осылай помидор салат дайындадым. Ең жеңіл салат болғаннан кейін осы салатты дайындай салдым. Қасына осылай болгарскийді турадым. Бір болгарский менде мына жерде. Және де татымына қарай пиязды көбірек турасаңыздар, салаттарыңыз соғұрлым керемет болып шығады. Және мына жерде сарымсақты да қостым, укроп қостым. Укропты қоспасаңыздар да болады, енді ол әркімнің өзінің талғамына қарай. Үстіне татымына қарай тұз, қызыл бұрышты қосып, барлығын жақсылап араластырып алдым. Салатымыз дайын болды. Ең оңай тағаммен түскі асқа ең жеңіл салат. Барлықтарыңыз дәл осылай жасап, видеомен бөлісіп кетіңіздер. Видеоны аса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта жаңа видеолармен бөлісемін.